Ассалаумағалейкум Хок студия. Бүгін біз екі бірдей толық функционалды видеомонтаж программаларын салыстыратын боламыз. Білемін, монтажға арналған программалар бұдан да көп. Мысалы, Vegas Pro, Final Cut сияқты. Бірақ ол программалар толық монтажды программалар болып есептелмейді. Сондықтан біз тек индустрияда сұранысқа ие екі бірдей программаны салыстыратын боламыз. Егер Premiere Pro'ны бәрің білетін болсаңдар, DaVinci Resolve'ды енді естіп отырған болуларың керек. Бүгінгі видеода дәл осы екі программаны бізге motion дизайнда қалай көмектесе алады, қайсысында қандай жұмыстар жасаған дұрыс деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламын. Окей, DaVinci Resolve'дан бастайық. Егер сен бұл программа жайлы естісең, онда бұл программаның color correction'ға жақсы екенін білетін шығарсың. Бірақ бұл DaVinci тек түспен жұмыс істеуде ғана мықты дегенді білдірмейді. Қателеспесем, 15-ші версиядан бастап программаға Fusion Studio Firelight Edit сынды бөлімдер қосты. Бұл DaVinci Resolve'ды толық қанды монтажды программаға айналдырды. Программаның плюстерін айтып өтейік. DaVinci Resolve бұл тегін программа. Blender сияқты толық емес, шамалы функционалдар жетіспейді. Дегенмен ең бірінші видеоларыңызды жасау үшін ең бастапқы монтаждарға бұл толығымен жеткілікті. Екінші, DaVinci Resolve Adobe'тың 3 бірдей программасын ауыстыра алады. Бұл Audition, After Effects және әрине Premiere Pro. Бұл жерде Fusion Studio толыққанды графикамен жұмыс істейтін қосымша бар. Fusion кейбір жерде тіпті After Effects'тен озып кетеді және аудиомен жұмыс істеуге арналған Firelight-тың бар екенін ұмытпау керек. DaVinci Resolve'да рендер тезірек. Егер сендер мен сияқты 15 секундтық видео жасасаңдар, ешқандай айырмашылықты сезіне алмайсыңдар. Бірақ әрбір секунд қымбат үлкен проекттерде DaVinci Resolve'тың рендері қаншалықты тез екенін байқай аласыңдар. DaVinci Resolve'ға плагин орнатып керек емес. After Effects'тегі және Premiere Pro'дағы плагиндер істейтін көптеген функционалдарды бұл жерде уже орнатылып қойған. Сондықтан әр плагинді іздеп әуре болмайсыз. Қарап тұрсаңыздар, DaVinci уже үлкен басымдықпен жеңіп кеткен сияқты. Бірақ әр нәрсенің өзінің плюстары мен минустары бар. Сол сияқты DaVinci Resolve'ның да үлкен минустары бар. Біріншісі, DaVinci Resolve нашар, тіпті кейде орташа компьютерлерді көтермейді. DaVinci менде де кейбір кезде қатып қалады. Сол себепті егер сенде компьютер нашар болса, онда сразу DaVinci Resolve'дан бас тарту керексің. Осылайша біз және Premiere Pro'ның плюстарына өтіп кетейік. Бірінші әрі осынғы дейін мен неге Premiere Pro'ны удалетпеуіме себеп болып келе жатқан причина бұл Adobe'тың басқа программалармен жұмыс істей алуында. After Effects, Audition, Media Encoder сияқты. Барлық motion дизайн After Effects'те жасалатын болғандықтан, оны рендер жасамай-ақ өз видеома қосқым келеді. Ал DaVinci'ға After Effects'тен сразу жіберуге келмейді. Сол себепті мен әлі күнге дейін Premiere Pro'да монтаж жасаймын. Тағы бір плюс бұл Adobe Audition. Ол жерде де тоже сондай ситуация. Audition'нан тіке Premiere Pro'ға жіберуге болады. Келесі плюс бұл Community. Жалпы барлық Adobe'тың программаларының номер бірінші плюсы бұл адамдар. Бұл сол программаны қолданатын жандар. Қазіргі таңда DaVinci Resolve қаншалықты танымал болып келе жатыр дегенмен де Premiere Pro'ға қарағанда видео сабақтар өте аз. Бір ғана мысал, мен DaVinci Resolve'дан трекинг үйренгім келген болатын. YouTube'да небәрі 3 қана видео болды. Ал After Effects бойынша осындай сабақтар просто миллион. Сондықтан да егер сен motion дизайнда новичок болсаң, DaVinci Resolve'ға пока жоламағаның дұрыс. Тағы да бір Community'дің плюсы бұл плагиндер. After Effects пен Premiere Pro'да плагиндерсіз жұмыс істеу мүмкін емес. Плагиндер бұл жерде соншалықты көп әрі танымал болғандықтан сен өзіңнің жұмыстарыңда как минимум 2-3 плагин қолданасыңдар. Сонымен қорытындылай келейік. Егер сен видеограф болсаң, саған өз видеоңды әдемі етіп монтаждап, жақсы цветокоррекциямен бояп, тез-тез рендер жасап алғың келсе, онда DaVinci Resolve сен үшін. Егер сен ұзақ видеолар дайындайтын болсаң, онда DaVinci Resolve сен үшін. Егер сен тек бір программада жұмыс істегенді жақсы көрсең, онда DaVinci Resolve сен үшін. Ал егер сіз әртүрлі эффекттермен, графикалармен жұмыс істегіңіз келсе, онда міндетті түрде Premiere Pro'мен жұмыс істеу керек. Егер сенде нашар компьютер болса, немесе мен сияқты тез-тез жұмыстар істей салғың келсе, онда Premiere Pro'ны сатып алсаңыз болады. Егер болашақта белгілі бір студияға барғыңыз келсе, ол жерде Premiere Pro'мен жұмыс істеу мүмкіншілігі тоже өте жоғары. Айтпақшы достар, бұл видеоны Premiere Pro'да монтаждалған. Қысқасы, әр программаның өзіндік плюстар мен минустар бар. Ал сен қай программаны қолданасың, міндетті түрде комментарийға жазып кет. Егер менің ақпаратым пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк және менің арнама тіркеліп қой. Себебі алдағы уақытта өте көп қызықты роликтер шығатын болады. Келесі кездескенше.